милletибиздин адеттери бек көп болгону кайсы бир бизге да такса болмас. Тойла, оюлла, кубанч шурумла, келин келтирген, кыз берген, бешикке салган нечурунусунда да адет казнабыз калайбай болгону көрүнөдү. Эрте заманда атламы терик болсаң да, жолда барлык болсаң да, аны да кесине адети болгонду. Бүгүн биз багалы караучулар келин да, күйөө да, кайынла да кестерин калай туtarга керек болгон амалсыз шартларын бир-экисин айтырга издейбиз. Келин кайынлары була, кайнанасы, кайнатасы була кесин калай туtarга керекти. Күйөө кайынларында кесин калай жүрүтүргө тыйынчтуды. Кайнана була, кайната була келин да, күйөө да кестерин калай жүрүтүргө керектиле деген суроолорго жооп табар Муратбай. Бизден эле Кази Магометовдун кызы Тамара була ушак эттик. Тамара Ушкекенени биринчи нөмүрлү школунда ана тилден устазыды. Адеттеринин үстүнөн да толук кабары барды. Карачайда алай айтуу барды. Жаңы келин кайынладан сауга көрмөйүн тил ачмаз деп. Келин кайын үйгө былай киргеле кайынлары ба сүйлөшүп башлаган адет болмаганды. Кайнанасы була, кайнатасы була сүйлөштүргөн адетин эткинчен сөз айтмагандылар. Эрте заманда келин үйгө бош эткенден sonra келини сүйлөштүргөн адетини бир айдан көпкө созганга ушагусуз көрүнгөндү. Кайын жанын кызганчка сынагандылар. Кайната улуу сауга этип келин алай сүйлөштүргөндү. Кими алтын сауга бергенди, кими мал кестиргенди, кими сауга ордуна не кой, не тубар бергели да болгандылар. Харадан мадарына көрө. Кайната болмаса ол жумушну кайнана бажарады. Бу сагатта бу жумушну көбүсү келини үйгө бош эткен сагатта бажарып коядылар. Жолда жүргөнүдө кесни энчи шартлары болгонду. Сөз үчүн эр киши үй бичеси була, келин кайынлары ба жүргөнүдө башкалыклардын үстүнөн айтты бизге Тамара. Буланы сакларга бир да бек тыйынчлыды. Нече десеңиз, үй бичеси биле үйүнүн башчысы бирге бара турат эле, ол эки адам тышыруу сол жанында барат. Жаңыз сол жанында жүргөн тышырууду эр кишини. Неги чечи эсе да, кызчыгы эсе да, 5 жыл болгон эсе да, оң жанында барга керекти. 15 жыл болгон эсе да, ол кызчыкка оң жанында жүрөйдү, атасына карнашы болсун, атасы болсун, кимде болсун эр кишинин оң жанында жүрөйт. Кыз саби. Тышыруу. Жаңыз үй бишеси жүрөйдү сол жанында. Ма аны билмеген саатта аны тутарга унамагалла барлар. Сөз алайда жолда келе тургалай, алай келе эсе, терс келе тура эсе, аю катынчыгы бар көрөйм, немени деп алай айтып сүйлөшүүгө болукту. Огай ол мени үй бичем десек боламыды? Sonra тышыруу да алай айтыргады. Я так хочу деп. Мен алай сүйөм деп. Да сен аз затны сүймейсің дүйнянын башында. Миллет, сен бу миллеттин адамы есең, бу миллеттин адетин да көрө билирге керексе, сыйын көлтүрө билирге керексе, мен акылым бар. Ама кайнана ба келин жүрсө эле ба? Калай бара керекле? Кайнана оң жанында, кайнана түз барган колларында жуклары бар эсе да кайнана колуна алмайды, аны келин алады. Кыз эсе оң жанында болукту кайнананы, келин чече сөзчү оң жанында о кайнананы оң жанында барлыкты келин үчөөлөн бар эселер. Не үчүн десең, ол алайдан жумушка кетсе, кайнана оң жанында калып кетерчи, кызы да бу жанында немеде алай. Келин чапаны бир немете кел десе, оң жанында ол ары өтүп айланмай, оң жанында барганча барып турукту. Дагы да ол келди да ордуна сүйөлдү. Кайын кыз ба келин барса болобу? Кайын кыз оң жанында, же болсо да. Же болсо да. Не үчүн? Жаш аны карнашыды да, ол андан тамадады да, карнашыны сыйын немете, ол о жашка келип турады да, ол үйүнү не кичени да ол сыйын көрүргө излесе, эркелетирге излесе, кесин ары көргүзүргө излесе, адеби билен намысы була. Мен акылымла алай болууга керек. Кимдин арбазына кирсең, аны жырын жырла деп дагы да милletибизне эртеден келген сөзү болгонду.
келин болуп кайын арбазга кирген эсең, ол кайынларыңы халлерине келишип, барысына да аруу сүйлөшүп, барысын да аруу беттен көрүп ала жашарга керекти. Кайын анаңа, кайын атаңа сый берип, аланы көллерин алып, жашай билген келине акылы түшүрүү деген билем. Sen жашны жараттың эсе, эшик алдында итин да жарат деп сөз да болгонду. Нечү? Ит да аланыкыды. Сөзчү сен ол итле сен кишини теңлештирмейди. Алая барысына да аруу тилли болурга керексе дейт. Кесиң аруу көргүзүргө керексе, ол үйдө аруу жашарга излесең, көп кайын алала, кайын атала келинлерине осуят эткенле болгандыла. Мабы сагатта да, о заманда да келинге осуят эткенле болгалы. Неде? Har zatımı da seni ışanama sen etersi деп. Kızlarından ise kellilerin jaratıp. Kelin canım köp durmazsa үйүңдө bir жеңил келип каласа деп. Anne al aytkanды кайтырыкма деген келиле да буга эчтеме. Просто жуук адамлар. Anne al айтып тилеген экен калай угай дейм деп. Зна келди анасынан ол не затка келген эсе жумушчугун этти, качып кеткенле болгон булар. Ол жашарга сүйген адамды. Ма ол дүнияда аруу жашарга излеген адамды мала кесин ала жүрөткен. Ол мен айткан затлардан буларда үслеринде жок бар эсе, аңа баш урган бар эсе, ала жашоо этериктиле, аруу жашоо этериктиле. Алай болмай, мен деп туруп көкреген кагып туруп эсе, мен булага халопмамы, мен булага аллаймамы, мен булага буллаймамы, буган немен де мен этип деп, алай этип каршы неметип туруп эсе, кесин булай бөгөклендирип, кесин бир кесек кайдан булай бой берип дейт. Булай бой берип, кесин аруу неметип, кайдам анага да анача, сен кесин анаңа караганча карагаңа. O zaman da ol ana seni süyerik bilmedi. Ol da anadı da. Ol sen barganın anasıdı. Ol da bir adamın anasıdı. Ana degen dünyanın başında Bayram Kılan Halimatını Gırcın degen haparında. Gırcınını ne bile tengleştirige bolluktu deydi. Gırcınını bir zatla tengleştirige bolluktu deydi. Altın bula deydi, oğay deydi. Аңа не болса да bir dünyanın başında bolmagan bir zatla tengleştirige kerekti. Аны табарга керекти, Аллай бага gırcınga deydi. Аллай bir оңлуду аны багасы deydi. Аллай bir сыйлыды gırcın deydi. Sonra ol alay nemetken o tuzdamlı halı kalay boğan körgüzedi anılı. Alaydı dünyada bolmagan bir söz tabılırga kerekti anaga. Ana деген сөзден бағалы болуктул. Anam desең, экеудің de bir-birine жеткен етеді деп ол сөзді жүрүйді билет. Жашоодо көп түрлүү затла боладыла. Кайынан абла келини бири-бирлерин аңламай калган көзүлө да көп түбейдиле. Бир жолда кайынын айткан түз болады, бир жолда ва келин айткан түз болуп да калады. Келин түз эсе, кесин калай тутарга керекти деп да болду сорообуз. Тыңласын да койсун. Аңа не береді? Ачқа бочқа мы береді, тыңлап қойса. Да қайдан алай деп түрем деп тыңлап қойса. Қайдан қайырсыз мен қайдан айттым есе деп ол аңа соқыранмай қалық түлді. Ол айтқан затына сағыш етіне қоярық түлді, ол айт тыңлап қойса. Ашап деп мабла аңа жуап етсе, ол бір айтып аралары аманға кетіп қалықты. Sonra малай тыңлап қойса, да қайда малай деп түрем, кеч алай еттің есе деп баш ұрса, келін түз болуқты, қалайда да. Түз болырға керекті, не үшін? Ол да анады, ана асыраған ана шады, ол да біреуіне анасына келіп тұрады. О екісі бір тілі болырға керекті. Bir tuzdamını aşap başlagan bir tuzdamını aşağalarıca bir ala birçe bolurga kerektili ol uyda. Ol başına oңluluknu izlemezge kerekti. Oңlu bardı da uyun içinde. Ol aytkan net de var. Andan tınçı kayda. Sen ayttın men ettim. Başka türlü ettiysen de eteyim desin. Ne bolluktan şu? Kesin anan aytırıksa da alay.
Дана малай деп түрей, малай түресе былай етейік деп қойсаң не болуқты? Сен айтқанша етейік десе не болуқты? Açqa buçqa mı beredi bundan ne zat izleydi? Tüzü bile alay aytsın da köp жерде ayrılığala men akılmala keledi. Bulay aryu айтыр амалтын. Olana da қалай bir қиналып бастыраған есе де о жашыны сен де білмейсе да. Келин да, күйеу да кайынларына улусы берге керектілік. Кайынланы сыйларын қалай бір көрселе, кеслер де алай бір сыйлы болдықтыла. Кеслерин адамлыкларын, иштенмектиктерин алайба көргүзүлүктүлө. Ашкы күйөө болушур, аман күйөө урушур. Ашкы күйөө сүйдүрүр, аман күйөө күйдүрүр. Ашкы күйөө кесин кулунча жүрүтүр, аман күйөө кесин уланынча жүрүтүр деп да айткан эрте заманда. Күйөө акесин калай туторга керекти деп да сордук. Kүйөө болдум да енді бұлаға har күн сайында келіп тұрлықма деп орынларында бұлай кеңертіп сөйлешкен жаш артық намыслыға саналмағанда. Алла бір күйөө болғанды, күйөө қайдам о заманда пряникле болғалла. Пряникле ала келіп, бұлай конфет қайдам, конфет қалач алып келіп сабилеге деп келе тұрған, жаш келе тұрған. Балам, арю кел дей тұрғанды қайынана. Sonra bu aryu kel degenini mağanasını jaş аңламаған, күйөө жаш. Аңламағанда sonra bir tengine soğan. Barama da aryu kel deydi de тұрады degendi. Бұлай жұғалып барамса қойылыңа degendi. Da elteme, anında elteme bir zatla tapqanımı elteme degendi. Hı degendi. Aryu kel deyese koşqa ket de bir жылдан келесе degendi. Jaş koşqa кеткенді. Күйеу қайда келмейді дей тұрғалла, sonra бір жыл дегенден келген. Күйеу келді деп бірер чабып, бірер чабып, бұшқуыр етерге чабып, күйеу келді деп алайға қалғалла. Sonra дағы да бияғы тегіне түшенді, да қалай болдың деген. Керек емес жаптың дегенде, ендікті күйеу арю келді, еселі арю келе тұр сенде деген. Көп келгеніне сыйсызға саналғалла. Бұлай, қарненді мардасы барды да, нормасы барды да, ол заттан бұлай біресе кеңліге аннан ара атлама. Аннан ара атласаң, сейін түшкені терікті. Жұмыш болсаға? Жұмыш болып сен шақыра еселі, аны келді тындыр, сен күйеусе. Жұмыш болмаса, сөз үшін үйде құры қызла болсаға, жаш болмаса, қанашлары болмаса, Оғай алайда ол затқа, алай затқа келерге керекті, қарарға керекті, қызла ұялып айтсала да, ол алаға берген қызлары айтырға керекті. Аланың бір затларына бұлай бір қара, ана ете алмай тұралла деп, ол аңа қызла айтқыншы кесілеріне егетшілері тылмач болырға керекті. Ол аңа бұлай кесін аны сыйсыз етмей, аны үшіз етмей, бұлай кесі келіп, бұлай разылығы бұла болышырға керекті. Жаш. Ол. И қайын қызларында деметі тұшына берерге де болышырға керекті. Нек Алла кесілерін предлагать ет Аллық түлділеді. Сөз шыма мен жаратайым сені деп қыз кішіге айта Аллақ түлді. Ол себептен сөз шы қайын қызларың бар есе, сен мажал теңің бар есе, қайын қызым, мабық қайын қызым бейі қызды берейім, сен де мен жанасықлы болып жашарса деп, жаш қайын қызларында алайын еді. Мен бір ауышқанды ол адам тамадала біле болыр елі Алиледен бір кіші бар еді, iyi жерде ішлейді. Қайын қызларда арю қызлы елі, iyi қызлы елі. Sonra ол қызланы барысында бірер iyi жерге түбеткен еді, кесіче. Кесіче малай бірер тыңшылы жерге түбетіп, барысы да бұлай бір-бірлерін танып, біліп, қарнашлача болып ол күйеуледі. Ала біре арю жашауны жаша едірі. Үйде қарнашлары болса оға? Үйде жаш болса, да жашлары барды да мен Аллаға козел отпущениямам дерікті. Мен хаманда барып план жұмышларын етіп тұрғамын керек ме дерікті. Алай болмай жаш, үйде жаш, қайынын
мен алайын кесмет алмаймай келіп бір болушсаң деп жаш жашқа айтырға болуқты. Ақызла айтырға жарар түлді. Қарнашлары болса жо жарамайды. Қарнашлары болса ала уже қатышмайларыңа. Ер кіші ішті да ол сөз шүбі жатмай етелі. О жатмай еткен жерде sonra сен де бұлай бір қарасаң алайға бір жатмай етелмедік қалай көресі деп ол аннан тамады есе. Күйеу тамады есе қайыннан болушыр мен деп. Сен қалай дейсі деп. И то сен қалай дейсі, сен алай айтқаныма не дейсі деп. Хо да қарайық етейік, теңлеге де айтайық, елде адамлыға да айтайық деп, үй ішеселе де, бау ішеселе де алай еткенділі. Қайынан таба күйеуі? Сөз жоқ, қайын ата бар есе атаға сұрғалла. Bir işleri бар есе, үйде işleri бар есе, ер кіші ішлеген іш бар есе, қайын атаға сорғандыла, қайын атаға кім сорғанды. Үйде жаш бар есе, атам неме де, күйеу де мен де ол ішіне бұлай етсе қалай көресе, сен жаратамса, етейік ме деп атаға сорылмай іш етілмеген. Атаға, анаға сорылмай шыр үшесе де, ер кіші ішесе де, кеслері алларына етерге жарамағанды. Ата түзі біле табы біле етерге керек болғанданы, оның. Жашлары болса, жашлары болмай ата біле күйеуі қалай? O zaman алай болса, жаш білай бізге бір келсін деп айты етті, қыз анасы ерін айтып, ол да келіп, не дейін, не біле жарайым деп келіп, саламлашып, қайдаманнан sonra не дейін деп айтса, ол аны білай десе, оғай демеген. Да бірекі не көріме де айтайым да тындырайық деп алай еткенділі. Алай етерге тыңшылыды. А sonra алай да заманым жоқты қайдам деп алай етсе, ол атаны жанына тиерге болдықты. Қайдам деген сөз алайда болмазға керекті. Это однозначно. Если ол ата кесі еталық болса, аңа айттырлық түлді да, sonra айттырып етілген ішіне, bir айтып етейсің, sen etese deyedi, anam aytaydı, cennetli olsun. İkinci ayttırıysan men eteme deyedi. Ol alay jaramaydı. Bir kere ayttıla, ettin, ol ikinci ayttırıp etkenini sıyı yoktu ona. Kүйеу айттырған чыңыреттерге болам, dedi o anda Kүйеу iki kүйеуесі, bolumlu kүйеуесі, demenli kүйеуесі, kayınatağa. Сөзші жатмасы тапсыз болып түресе, бауы тапсыз болып түресе. Атя бұлай ала атя деп сөйлешкелі, алады. Бұлай деп көлме келейді, қалай дейсе аңа деп ағай етқанды. Бұл сағатта етірға да болуқты. Қайыларыны етелірче ішлері бар есе, ер кіші ішлері. Бұлай деп көлме келеді, қалай көресі деп айтырға болуқты. Қой жашым деп неме, болдықты ол да деп қойса, қайдам деп бұлай аны аяғанша көрсе, етейік әтті сен де бұлай сөз бізге даған болса деп аңа даруыны беріп, ол етілік ішіне, миллеттің ішінде етіп көргізуге тыңшылды. Келін қайнанасына, қайнатасына жашлары қалай айтайысы алай айтыға керекті. Сөз үші жашым, анасына, атасына, анам, атам деп сөйлеші есе, ол барған келіншікті анам, атам деп сөйлешкен ұшағылуды. Күйеуі қайнанаға, қайнатаға қалай айтыға керекті. Да нек жарамайды. Сөз үші мен ақылымда жарарға керекті, не? Есі о қыз алай айтып сөйлеші есе анасына, а ол нек жарамайды. Ол да атады да. Шап деп, Хасан деп бір сабичке айтқанша, Осман деп сабиге сөйлешкен. Андан есе атам қалай дейсе деп. Ол да бір атады. Мен ақылым бұла алай айтсала тыңшылыға санаймын. Атаны да сыйын көрге керекті, ананы да сыйын көрге. Сен кімні қалай көрсең, сенің да сыйын алай көрінікті жашауда. Алай боллық түлді деп көлізге шықты келмесін. Алай болмай мадары да жоқты. Қалай бір сен сыйын көрдің бір адамны, алай бір ол сенге қайтмай қаллық түлді жашауда. Келін
кайылана ат жашырган деп бар да. Кайдам кесинден улуу кайын атмаган. Күйөөдө болот алай деді. Эр киши жашырады деп билмейм. Ну, атага, анага, ол ата-ана халда кызлары, жашлары айтканча айтып коярга болалы. Атчага сорай кызат деп малай неметип койгала болалы. Ат жашырганы да бир маганасы барды. Бир улуу маганасы барды. Сөзчү ол атны жашыры эсе, ол аны сыйын көрүп этеди да. Сыйын көрүп, былай мах деп Фатима деп кесini теңчиккен эметкенче. Ол тамадады да ол анне. Анан кайдам атча, кайдам кызыбыз десең да, анябыз десең да. Не болса да былай шап деп былай тылыны жауга былай атып койгонча былай. Андан эсе былай айрак сөйлөшүнсө тап болурму? Не кадар жумшак, не кадар арю сөйлөшсең, о кадар Алла бир кесиңе да, ну, дин жагын былай айтсак да, ол суап болукту. Ата-ананы көлүнө калай бир жарасаң, Алла бир сеңе хисап болгалай турлукту жашоодо. Арю сөзүнө кызганмайык. Арю сөз садакаты деп да айтадыла. Бир-бирибиз бла арю сөйлөшүүчү болайык. Ол кайнанамды деп аны бир тыш адамча көрмейин, кесиңи адамынча көргө керекти. Аланы көллерин аман этмейин, кайнан аблада, кайнат аблада жумушак сөйлөшүп, сансыз этмейин, аланы сагышларын да сорууга керекти. Жумушту башларыңа алыбла да кайнанаңа, атаңа, сиз калай дейсиз? Сиз айткан түзгө санайбыз деп сөйлөшкөн ушак улуу деп айтадылам. Өздөрүнүн Тамара да жумушаклыкты, нени да тамалы деп айтады. Кесими акылыма келген сатын айтамын. Жашауда мабла карап сынап неметсең, Алла бир мабла бир келин, Аня деп былай неме, алай етейкми, былай етейкми деп ол алай етіп айланган келин била. Атча калай етейк деп башын бир жанына неметип, аңа жумшак айтып, ол атаны да сыйын көрген жаш. Ну, ала аман бол, чытта аман бол рамадарлары жокту. Бір сөзүнү да айтып, аңсынан бір аман сөзүнү да айтып, бір сыйсыз сөзүнү да айтып, алай етіп айлангандыла да барла. Ну, кесиңи калда бір сыйсыз жүрүтсең, миллеттен да ол сыйын табарыкса. Көрдүңмү ол етіп кеткенин ол атага анага деп. Терс айта есем де билмейм. Мен былай жумшагын немесин сүйөм. Арю болдук болур меди? Атаны ананы сыйы да болса, эгечини карнашыны орун да болса, ол жерде ол үйдө берекет да болур, намыс да болур. Насыбың болса неңде болукту. Кесиңе тилесең насып тиле деп картлан айтканларын көп эштебиз. Өздөрүнүн Тамара Үшкекен элине 1-нөмүрлүү школунун устазы Карачай миллетте жүрген айтуында айтты бизге. Барыбызга да бүтүн Карачай миллетке да насып тежейди. Биз да Тамарага Аллахтан сүйек саулык туткан ишинен бет жарыклы болсун деп тилейбиз. Элинин кыйрында бир үйдө толуу үйдөгүсү биле жашаган бир киши болгонду. Жашла, келиле, кызла. Sonra bir gün неметкенде эшикке чыкканда эшикке чыкса кар жауып тура. Былай аз карчык жауып, адам аяк ызылан көргөн. Астагфирулла, мени таң атмай арбасымда ким жүргенди деп сейир болгонду киши. Sonra o ызбыла барып неметсе бир теректин түбүндө бир адамны олтуруп турганын көргөн. Салам бергенди да sonra саламына салам алып, былай аяк ызыланы көргөнмө да. Не сейирди бу деп зыгынла келгенме? Не керектиң бар эди деп аңа сорганды. Алай соргайында сен байлык, насып, рызкыны чачканда алганда эт айланама деген. Сени барысы да бар деген. Энди аладан бирин коярмы деген. Бирин сайла да ал деген барысынан да. Алай айтканда болган үйүңдө ненче адамың бар эсе, барысына да сор деген, барысында жейди. Мен мавлайчыкта отуруп турма деп кеткенди, калганды. Астагфирулла деп келип,
Boğan üdeysin jıyğandı, sonra жаңы келіншек болғанды. Аны да жıyğan келтіргелі. Барысыны сорғалла, ким рысқы, ким насып, ким айдан барысында соруп, sonra неметкелі. Келінге де, келіншек сен de бір айт дегелі. Арюлuk қайдам, дүнияның başında барысында айтып, o kişi қалайсы да бұлай энте разы бола алмай тұрып, келіншекке de бір жаңы келіншекке de бір сорайық деп сорғала. Атса, насыпны алыр ма деме дегенді. Sonra ал айтқанында барғанды. Барысына сордum, kim rızkı dedi, kim alay dedi, gitçe kelinçigim nasipni deb al aytdı. Endanda to'xtarım deb. Da kelinçigin aytqanını qo'yayım, nasibing da rızkың da нең de орында қалат дегенді de кеткенді. Ол себептен nasibi болған адамны nesi de болады дейді. Nasipten Allah ayırmasın, barımızın da Karaçay milletini de sağlaydı.